Бәріңізге қайырлы күн, қыздар. Бүгін жұмсақ болып шығатын шұжықтан бүлкен нандар дайындаймыз. Менің каналыма алдымен тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыз. Жанындағы қоңырау батырмасын бассаңыз, менің әрбір салған рецепттерім сізге бірінші болып келіп тұратын болады. Алдағы уақытта тегін рецепттермен бөлісетін боламыз. Ол үшін каналыма тіркеліп жазылуды ұмытпаңыз. Ендеше біз жасауды бастаймыз. Алдымен опорасын дайындап аламыз. Жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, үстіне 1 шай қасық шекер, 2 шай қасық ашытқымызды салып, 3 ас қасық ұнымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осы сұйық қоспамызды араластырғаннан кейін жылы жерге қойып қоямыз. Кішкене беті көтерілуі керек. Міне қараңыз, байқасаңыз көтерілді. Енді үстіне 1 дана жұмыртқамызды салып, 1 шай қасық тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді біз аз-аздан ұнымызды салып отыратын боламыз. Барлығын салмаймыз. Осылай аз-аздан салып отырып, қасықпен бірінші араластырып аламыз. Басында біздің қамырымыз кішкене сұйықтау болғандықтан қасықпен араластыру керекпіз. Содан кейін ұнымызды барлығын салғанша осылай араластырып тұрамыз. Ұнды салғаннан кейін енді қолымызбенен қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін біз алдын ала өлшеп қойған сұйық майымызды осылай аз-аздан құйып отырып, қамырымызды біріктіреміз. Сұйық майымыздың барлығын құямыз, аз-аздан құйып отырып, біздің қамырымыз жұмсақ болып шығады. Сол үшін сұйық май құямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Қолға жабыспайтын әдемі қамыр шықты. Енді бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Менің ыдысым үлкендеу болғасын ауыстырдым. Бетін жауып 1 сағатқа қоямыз. Оған дейін шұжықтарымызды кесіп дайындап қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді 3 бөлікке бөліп қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды жайған кезде жұқалап жаямыз. Қалың болса, қазір көтерілген кезде де, піскен кезде де үлкейіп кетеді. Біздің шұжықтарымыз көрінбей қалатын болады. Сондықтан да кішкене жұқалау қылып жаямыз. Шұжықтарымыз қойып, осылай қамырымызды орайтын боламыз. Екіншісін жасап көрсетейін. Өте оңай жасалу жолы, немесе басқа пішінде де өзіңіз қалауыңыз бойынша жасасаңыз болады. Артық жерін кесіп тастаймыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Өте оңай. Міне бізде дайын болды. Барлығын жасадық. Енді осы күйінде жылы жерге 10 минутқа көтерілу үшін қоямыз. Міне біздің бүлкен нандарымыз көтерілді. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне дайын болды, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта тегін рецепттермен тағы да бөлісемін. Лайк қалдырып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.